Мектептің дәлізімен келе жатсам түрі бір таныс қызды көрдім. Оқушы десем оқушы емес. Қайдан көрдім деп ойға баттым. Қасына жақындап келіп, қызым сәлеметсіз бе? Сені көзім шырайлатып қайдан көрдім деп ойланып кел жатырмын. Ол жымиып амандасты. Ағай, мен Айшолпанмын ғой дедім. Мен оған қандай Айшолпан? Ағай, теледидардан көрген шығарсыз мені. Мен Моңғолияда туып өскенмін. Бүркіт баптаудан әлем бойынша бірінші орын алған қызбын дегенде есіме сақ ете түсті. Жымиып қарадым, айналайын Айшолпан, сенімен танысқаныма өте қуаныштымын. Атың да затыңа сай екен. Ерекше Айшолпан атты жұлдыздың атымен аталыпты ғой дедім. Айшолпан маған қарап бір жымиды. Айшолпан, осы құсбегі не? Бұл ер адамның ісі ғой, осыған қалай келдің деп ең бірінші сұрағымды қойдым. Ағай, дұрыс айтасыз, бұл қыз баланың ісі емес, бірақ кішкентай кезімнен осыны көріп қызықтап өстім. Бұл жеті атадан келе жатқан өнеріміз. Және де бұл біздің қанымызда. Кейін ағам оқуға кеткен кезде мен 8-ақ жастамын. Сол себептен бүркіттің қарау, баптау менің мойныма жүктелген еді. Ол кезде расында да бүркіттің салмағы 10 келі. Оны ұстау мен үшін ерекше қиын болған. Бірдің арқасында әлемге танымал болдым. Ең бірінші әлем бойынша бірінші орын алған кезде Токиодан келген фотограф мені түсіріп, хабарлама әлемге беріп, осы туралы кино түсірсеңіздер деген еді. Сол кездердің өзінде режиссер Отто Белл келіп, деректі фильм түсірді. Бүркіт баптаған қыз деген. 2015 жылы бұл кино Оскар сыйлығын алды. Токио, Сидней, Франция, Лондон, Дубай елдерінде көрсетілді. Мен туралы әлемге танылдым. Кинода бүркіттің балапанын алу өте қиынға түсті. Ең биік құздың үстінде әкем арқаммен мені белімнен байлап 18 метрге түсірген еді. Мен бүркіттің балапанын алғанда қатты қорықтым. Оның инесі келіп қалама деді. Бұл фильм негізінде 4 мезгілде түсірілген болатын. 2,5 жыл түсірді. Кейін Америка жазушысы Луиза Уэлкс мен туралы кітап шығарды да әлемге танытты. 2019 жылы Астанадағы білім инновациялық халықаралық мектебіне шақырылып, мен сонда 11-12 сыныпты оқыдым. Басында сабақ өте қиын болды, бірақ 1,5 айдың ішінде ағылшын тілін үйреніп алып, осы мектепті бітірген едім. Қазіргі кезде Сүлеймен Демирел университетінде қазақ тілі және әдебиет мамандығында 4-ші курста оқып жүрмін. Міне сіздерге Ахмет Яссауи атындағы 123-ші мектеп гимназиясына практикаға өтіп жүрген кезім ғой ағай деп жымиды. Мен мынандай сұрақ қойдым: бүркіт баптауды кәрі тастадың ба десем, жоқ, әлгінгі шекті Астана, Алматы, Көкшетау, Өскеменде жарыстар болады. Соған әрқашан қатысып тұрамын деп жауап қайтарды. Айшолпан айта қойшы, кәрі қыздар бар ма бүркіт баптайтын деген кезде, иә, қазіргі кезде менен кейін 17 қыз шығып отыр. Осы құсбегімен айналысатын. Менің де өзімнің 2 оқушым бар, олар Моңғолияда. Оларды да мен үйретіп жүрмін дейді. 2018 желтоқсанда әлемді өзгерткен ең танымал қыз деген марапат алыпты. 2019 жылы Моңғолия президенті алтын жұлдыз марапатын берген екен. Міне көптеген әңгіменің бетін бұрдық. Қоштасатын уақытта келді. Айналайын Айшолпан, сондағы мақсатың не деген кезде, мен қазақ атын әлемге танытқым келеді деді. Айналайын Айшолпан, қайда жүрсең де бақытты бол, өркенің өссін, әр істе сәттілік деп қоштастық. Қазіргі таңда Гарвард және Оксфорд университеттері Айшолпанды оқуға шақырып отыр.